раньше, после того, как здесь Мұнда жаңа көпір салынғаннан кейін қарапайым алаң ғана болған. Толыққанды жағалау мүлде жоқ еді деуге болады. Бұл жерде серуендеуге арналған орындар да, жарықтандыру да болмаған, яғни іс жүзінде ештеңе жоқ еді. не было ни освещения. Менің ойымша, көпір астындағы кеңістікті абаттандыру біздің қаламыз үшін ең үздік идеялардың бірі. Себебі сол жағалау тұрғындары үшін мұндай жарықтандырылған заманауи орын мүлде болмаған. Бұл серуендеуге, спортпен айналысуға және тәуліктің кез келген уақытында демалуға арналған тамаша жер. Оның абаттандырылғаны, жарық тартылғаны, қаншама алаңдардың салынғаны қуантады. Міне осында әдемі ескерткішіміз бар, көгалдандыру жұмыстары жасалған. Бұл біз үшін де, қаламыз үшін де нағыз бір жаңа демдей болды. Мы живем на том берегу. Біз ана жақта 343-ші кварталда тұрамыз. Арнайы осы жерге көпірден өтіп келеміз. Бүкіл отбасымызбен, балаларымызбен бірге келеміз. Өйткені бізге мұнда серуендеу ұнайды. Таза ауа, мұнда әртүрлі жабдықтар бар. Ең маңыздысы, жас өспірімдер үшін осындай орындардың ұйымдастырылуы. Мәселен, футбол ойнауға болады, баскетболға да мүмкіндік бар. Балаларымыз әткеншекте тербеліп, осы жолдармен серуендей алады. Этим тропинкам. Мен Семей футзал командасының балалар мен жасөспірімдер академиясының жаттықтырушысымын. Бізде балалар U13 санатынан бастап жаттығады. Ең кішкентайлары 2013 жылғы туғандар, ал ең үлкендері 2007 жылғы. Аптасына бір рет біз бұл жерге міндетті түрде келеміз. Негізінен футзалға маманданамыз, яғни жаттығуларды спорт залында өткіземіз. Бірақ кейде балаларды сыртқа шығарамыз. Балалар төрт қабырғаның ішінде отыра бермей, таза ауада ойнап, сергісін деген ой ғой. Бұл алаңның стандарты 40-20 метр, дәл залдағы сияқты. Біздің жаттығуға жеткілікті. Дүйсенбі Қаматаев атындағы жоғары медициналық колледжінде оқимын, 4-ші курс студентімін. Біз күнделікті осы жерге келіп отырамыз, себебі біз достарымызбен баскетбол ойнағанды жақсы көреміз. Мұнда өте қызықты атмосфера, вайб дегендей. Ночное время мне... Түнгі уақытта мұнда бәрі әдемі жарықтандырылғаны ұнайды. Көпірге кірген кезде көз алдыңа әдемі панорама ашылады. Нағыз кішкентай Лас-Вегас сияқты. Ал күндізгі уақытта спорттық алаңдар, әдемі жағалау өте ұнайды. Маған көгалдандырудан бастап, мына дизайнерлік безендірулерге дейін бәрі ұнайды. Этими дизайнерскими всеми оформлениями. Я выпускник. Мен Семей геология барлау колледжінің түлегімін. Жасым 19-да. Бұл жерге келетін себебім достарымызбен волейбол, баскетбол ойнап турникте жаттығамыз. На турниках. Мы посещаем это место с друзьями. Бұл жерге біз достарымызбен күнде келеміз. Маған ең ұнайтыны осы жердің атмосферасы, әдемі жарықтандыру және осында жиналатын адамдар.
Я считаю, что Менің ойымша, жабдықтар өте жақсы әрі сапалы. является очень хорошим и качественным. Біз мұнда күн сайын серуендеуге келеміз. Себебі сол жағалау тұрғындары үшін бұл жер сүйікті демалыс орнына белсенді уақыт өткізуге арналған мекенге айналды. Менің ойымша, бұл біздің қаламыз үшін ең жақсы сыйлықтардың бірі болды. Хочется поблагодарить. Осындай әдемі орынды сыйлаған үшін Казминералс компаниясына алғыс айтқым келеді. Шынында да мұнда барлығы жастар үшін, барлығы балаларымыз үшін жасалған. Қаламызда осындай орындар көбірек болса дейміз. Себебі біз бұл жерге келіп демаламыз. Балаларымыз риза. Үнемі анашым көпір астындағы саябаққа барайықшы деп айтады. Біз де қуана-қуана оларды алып келеміз. Мен зейнеткермін. Отбасымызбен осы полковничий аралын жақсы көреміз. Біз күнде таңертең ерте жаяу жүреміз. Айтқым келетіні, бұрын бұл аралдың ең басты көрнекілігі ядролық полигонның жабылуына арналған ескерткіш болатын. Жастар білмеуі мүмкін. Біз бәрін өз көзімізбен көрдік. Тағы бір ескерткіш өлімнен де күшті. Ал қазір бәрі соншалықты көркем, абаттандырылған. Спорттық алаңдар салынды. Біз осы спорттық алаңдарда шамамыз келгенше жаттығамыз. Шаршасаң, отыратын орындықтар бар, отырып демаласың. Скверлер, орындықтар бәрі жасалған. Бұл өте тамаша. Я учусь в гуманитарном юридическом. Мен 72-ші кварталда орналасқан гуманитарлық құқық колледжінде оқимын. Бұл жерге жиі келемін. Маған мұнда ұнайды, себебі кең әрі серуендеуге орын бар. 2 жылдан бері волейболмен айналысамын. Мұнда волейбол алаңына келемін. Құм төселген, ойнауға өте ыңғайлы. Біз достарымызбен осында дене шынықтыруға келеміз. Түрлі алаңдарды пайдаланамыз. Воркаут алаңы әр адамға өте қолайлы. Мен 10-нан 10 деген баға беремін. Выходные дни приходим с детьми. Демалыс күндері балаларыммен, әйеліммен келіп, демалып, таза ауамен тыныстап, спортпен айналысамыз. Семейде балаларға арналған осындай темір жол ашылғанына қуаныштымын. Қызықты, жақсы екен. Маған балаларыммен пойызға мінген ұнайды. Ну, этот парк мы посещаем. Біз бұл саябаққа жаңа спорт алаңы, әткеншектер, сырғанақтар, балаларға арналған ойын алаңы және пойыз бар болғандықтан келеміз. Кенже ұлым пойыздарды қатты жақсы көреді. Сондықтан біз демалыс күндері пойызға міну үшін келеміз. Пойызға мінгенде ол өте қуанышты, тіпті түскісі келмейді. Сөйтіп біз әдетте 2-3 рет осы пойызға мінеміз. Баламның арманы орындалып, пойызбен қалауынша жүре алады. Желания исполняются кататься на поезде. К тому же Әрі қазір алғаш рет келіп, балалар темір жолына мініп көрмекпіз. Біз бала күнге қайта оралғандай әсер берді. Осындай балалар темір жолын салып берген үшін Казминералс компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл тек балаларға ғана емес, ересектерге де қуаныш сыйлайды. Семейліктердің атынан зор ризашылығымызды білдіреміз. Мне нравится. Пойызбен серуендеген маған ұнайды. Өйткені ол тегін.
нравится на нем ехать. Маған онымен серуендеу ұнайды. Пойыз өте әдемі. Түрлі мультфильмдер бар. С разными мультфильмами.